Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге Pinduoduo сайтында акция кезінде зат алу, яғни қалай алуға болады, яғни қалай алу керек, соны көрсететін боламын. Арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар. Сұрақтар болса комментарий жазыңыздар. Ал енді бастайық. Бізге мына осы кнопка керек, яғни бұл жерде акция болып жатқан тауарлардың тізімі тұрады. Осыны басамыз. Міне көрдіңіздер, астында мына акциялар болып жатыр. 27-30%. Яғни бұл жерде уақыттары көрсетіліп тұрады. Әр тауардың акцияның біту уақыты. Міне бұл жерде осы наушникке акция отыр екен. Сосын бұл жерде бірігіп алу деген бар. Мысалы, сіз өзіңіз жеке өзіңіз сатып алатын болсаңыз, бұл жерде 75 адам болмаса, онда сіз 1.45 деген деп тұр ғой. Соны басып сатып алсаңыз болады. Яғни ол жерде оны басқаннан кейін осы акция отқан кезде сіз осы 75 адамның арасына кіресіз, 76-шы болып. Яғни сіз осы 1.45 дегенді басып сатып алатын болсаңыз. Ал егер сіз өзіңіз тікелей сатып алатын болсаңыз, онда 88 юанға сіз тікелей ешкімді күтпей сатып алсаңыз болады. Бірақ ол бағамен ешкім алмайды оны. Сондықтан осындай акция кезінде ең тиімді жолы осындай егер осы жерде адамдар болса, соның біреуімен бірігіп алған дұрыс болады. Яғни сіз скидкамен аласыз ол кезде. Скидкамен аласыз, сосын тезірек сіздің алған затыңызды жолға салып жіберетін болады. Сондықтан 1.45 деп тұр, соны басып, ары қарай сатып алу дегенді баспаңыздар. Егер мына жерде 75 адамдан көп адам болса, бір адам болса да, сол жерден таңдап алған дұрыс болады. Қазір мен 75 басып көрем. Бассақ, мына жерде тауарлар тұрады. Оттың сурет тұрған хит сатылым деген сөз. Яғни осы көптеп сатылып жатыр деген сөз. Кез келгенін таңдап, ары қарай сатып алсаңыздар болады. Міне акция кезіндегі бағасы 8-24 юан, 6-9 юан, 5-44 юан. Міне қазір жаңа хит продажда тұрған, соны сатып алатын боламыз. Бірақ мен бұл жерден сатып алмаймын. Өйткені маған әзір сатып алсам, мен де күтетін боламын. Яғни менімен бірге бірігіп алған адамды күтетін боламын. Мен бұл жерден емес, қазір сразу күтіп отырған адамдармен бірігіп екі адам болып сразу сатып алатын боламыз. 74 адамның ішінде қазір 74 адам болып қалды, көрдіңіз бе? Жаңа 75 адам еді. Соны басамыз, қызылды басамыз, бірігіп алу деп тұр. Басқан кезде осыны цена шығады, 8-24 юан. Енді ары қарай таңдаймыз. Осылай бәрін таңдап көресіздер. Қандай цвет ұнайды, соны таңдап сатып аласыздар ғой. Таңдамас бұрын қазір мен бір отзывтарды көріп жүрейін. Артқа қайтамыз да, астына қарай түссеңіз. Қазір көрсетейін. Астында тауардың отзывтары тұрады. Көрдіңіздер, фотосымен, видеосымен тұрады, кейбіреулер видеоға да түсіріп жібереді. Живой отзывта көрдіңіздер, наушниктің көрінісі осындай екен. Осылай осы жерден көрсеңіздер болады, видео отзывы екен. Фотолар болады, жаңағыдай неше түрлі отзывтар көрініп тұрады. USB кабельмен зарядта тұрған күйінде осындай фотоларды көріп, сосын тапсырыс берсеңіз де болады. Мынандай қызыл түрі бар екен, осындай. Астында отзывпен жазып қойған қытайша. Google переводчикқа скриншот етіп, перевод жасап көрсеңіздер болады. Осылай көрінеді екен. Міне көрдіңіздер, осылай отзывтарын тексеріп алсаңыздар болады. Қандай тауар екен, жақсы ма екен, жаман, не деп жазған бәрін. Міне осылай тексерсеңіздер болады. Енді қазір 74 адамның ішінен тексеріп алатын боламыз. Қайсысына аз уақыт қалды. Стрелканы бассаңыздар, осыны бет ашылады. Тізімі тұрады осылай. Осы жерде уақытын салыстырасыздар. Мысалы 23-20 деп тұр. Бұл жерде 20-20 деп тұр. Бізге ең аз уақыт қалғанын таңдау керек. Сонда ертерек тауарымыз жолға шығады. Қазір мынаны таңдаймыз. 20-32 деген таңдап көрейік.
ең аз уақыт осы екен. Басқасында бар ма екен? Жоқ, осы екен ең тиімдісі. Міне осылай шығады. Қызылды басамыз. Тапсырыс беру 824 юан. Мына жерде түстерін таңдасаңыз болады, өзіңізге керекті. Қазір хит сатылымда жүрген соны сатып алатын боламыз. Сатып алу деген басамыз. Осылай ойланады. Alipay арқылы төлейсің бе деп тұр. Жоқ, мен Alipay арқылы төлемеймін. Мен қазір карта арқылы, яғни Каспий Голдтың картасы арқылы төлейміз. Егер сізде Alipay болса, Alipayмен де төлеп жіберсеңіз болады. Мен қазір картаны таңдаймыз. Pinduoduo'nun картасын. Сосын төлеу деп басамыз. Мына жерде төлем паролін жазасыздар. Бұл жерде осы Pinduoduo'nun төлем паролін өздеріңіз ойлап тапқан, соны жазасыздар. Ал мына жерде осы карточканың, привязка болған карточканың артындағы 3 нөмір, соны жазасыздар. Міне мен жаздым. Міне окей деп басамыз. Сатып алу деген басамыз, қызылды. Қазір төлем интернет арқылы төлем деген бетке ауысады. Қазір Каспийдің сайт ашылу керек. Сіздің Каспий приложениеңізге код келеді, сол кодты осы жерге жазасыздар. 48033'te. Ne? Жаздық, подтвердить деп басамыз. Қазір төленді деген SMS хабарлама келу керек приложенияға. Мына келді. 848 юан. Pinduoduo сайтынан. Мына төленді. Болды. Наушникті 848 юанға сатып алдық акциямен. Енді қазір артқа қайтамыз. Статусын көруге, яғни төленген затымыз қай жерге барып тұрады. Оның ішінде адамшаның суретін басамыз қазір астындағы. Сон басқан кезде бізде тұрады. Міне сағаттың суретінде тұр, көрдіңіздер ме? Мен де төлеп қойдым. Жаңағы екеуміз бірігіп алдық. Енді екеуміздің затымызды біріктіріп, доставкамен біз өзіміздің адреске салып жіберетін болады. Міне осылай тұрады сатып алғаннан кейін. Қазір товардың үстінен басып көреміз. Міне көрдіңіздер, міне астына адрес тұр, үстінде сатып алған уақыты. Енді ол доставка олар упаковка жасап бізге неге салып жіберетін болады. Міне біз екеуміз бірігіп сатып алдық деп тұр, мына жерде көрдіңіздер ме? Бірігіп сатып алдық. Енді ары қарай екеуміз затымызды салып жібереді бізге. Доставка енді келесі видеода, осы видеоның жалғасы болады. Доставканың қалай тексеру керек, трек кодты қалай алу керек, соны айтамын. КамАЗдың суретінде, КамАЗдың суреті әлі серия болып тұр, көрдіңіздер ме? Бұл жерде әлі трек код жоқ әлі. Трек код енді шығады. Трек кодты қалай алу керек екенін көрсетемін. Кешегі заказ берген товардың жалғасы да. Кеше қазір бізде мына жерде заказ берген товардың, қазір мынаны басамыз, заказ берген товарды көру үшін. Домалап тұрған астында мен деген жерде, сол жерді басамыз. Басқан кезде мына жерде товарлардың жоғарыда тұрған мына жерде. Біз кеше мына жерде тұрған еді менің товарым. Мына осы жерде ақшасы төленді, осы жерге келіп түсті. Яғни біз кеше қалай төледік? Кеше акция болған кезде алдық, біз акция кезінде алдық та, бір адаммен бірігіп алдым. Яғни ол адам төлеп қойған, сол төлеп қойғаннан кейін мен сол кісіге күтіп отырған еді ол кісі. Яғни кім
менімен бірге олмен бірге алса сразу доставкаға қосылады, яғни доставкаға жібереді. Ол да сатып алған затын, мен де сатып алған затым. Сондықтан оның заты тезірек доставкаға кету үшін, жіберілу үшін сатып алған заты. И мен де сол жаңағы жақтан сатып алу деген батырманы басып, сол екеуміз бірігіп сатып алдық та. Ол өзіне алды, мен өзім алдым. Содан кейін барып уже осы жерге түскен еді, мына жерге түскен еді. Енді қазір біздің затымыз уже жолға шықты. Олар алған затты, біз сатып алған затты, олар жолға салып жіберді. Яғни Қытайдағы каргоның складына салып жіберді. Қазір міне көрдіңіздер, мына жерде қазір көрсетейін. Мынау мына жерде бір болып тұр. Кеше мына жерде бір болып тұрған еді. Бүгін уже мына жерге көшті, көрдіңіздер. Осыған кіреміз. Осы жерде сіздің уже сатып алған затыңыз, жолға шыққан тауарлар тұрады. Яғни Қытайдың ішіндегі складқа жету үшін салып жүрген тауарыңыз осы жерде көрініп тұрады. Міне ашылды. Енді осының ішіне кіреміз. Тауардың ішіне кіреміз. Міне тауар ашылды. Енді үстінде көрдіңіздер, мына жерде КамАЗдың суреті тұрған жер бар. Осының үстінен басамыз. Міне осындай беті ашылды. Енді көрдіңіздер, КамАЗ үстінен басайық. Міне көрдіңіздер, міне ашылды енді. Мынау сіздің трек нөміріңіз. Яғни бұл отслежка жасайтын трек нөмір. Бізге керегі қазір осы трек нөмір. Яғни осыны жерді басып, копировать етіп алсаңыздар болады. Мына жерді бассаңыздар, скопировать етіледі осы трек нөмір. Болды. Енді мына жерде көрдіңіздер, мына жерде не бар? Мына көрдіңіздер, мына жерде стрелка тұр, кішкене. Осын бассаңыздар толық ашылады. Яғни доставканың қашан жіберілгені, уақыттары бәрі жазылып тұрады. Мына көрдіңіздер, міне бәрі уақыттары жазылып тұрады осы жерде. Статустары өзгеріп отырады. Қазір енді біздің товар қай жерге жеткенін көру үшін Қытайдың арнайы өздерінің ішкі сайттары бар, осы трек нөмір арқылы тексеретін. Сол арқылы тексерсеңіздер болады. Бізге тек қана бізге қазір складқа жетіп келмеген соны білу керек. Міне көрдіңіздер, енді қазір осыны копировать етеміз. Енді осыны неге сайтқа барып тіркейміз. Яғни жаңағы каргоның сайттары бар дедім, осы сайтқа барып осы трек кодты тіркейтін боламыз. Қазір мен сайтқа кіріп алайын. Мына Хромға кіреміз. Енді өзімде сайт көрейік. Так, автомат түрде басамыз. Осылай кіреміз. Енді осы жерде жаңа трек нөмірді копировать етіп алдық қой. Енді біз соны добавить етеміз осы жерге. Добавить трек нөмір деген басамыз. Мына жерге тректі енгіземіз. Енгізілді. Товардың атын жазып қоямыз. Мына жерге қанша штук екенін жазамыз. И мына жерде міне добавить деп басамыз. Міне данные добавлены. Көрдіңіздер? Мына трек код енгізілді деп тұр мына жерде. Болды, енді мынаны басамыз. Мой посылка дегенді. Міне мой посылка деген кезде міне осындай сіздің сатып алған заттарыңыз, яғни тіркелген трек кодтар осы жерде тізімі тұрады. Міне көрдіңіздер ме? Міне мынау бәрі осы жаңағы тіркеген трек кодтар. Қазір енді трек код жайында информация білу үшін мына трек кодтың үстінен басамыз. Мына жерден басамыз үстінен. Үстінен бассақ, осындай данныйлар шығады. Негізі қазір бұл трек код әлі складқа жеткенмеді. Сондықтан бұл жерде ешқандай ештеңе көрініп тұрған жоқ. Қазір назад деп басамыз да, мысал үшін мышеловка деген мынаны басып көрейік. Мынаны бассақ, мынау уже 19 август күні Қытайдың складына келіп жеткен, көрдіңіздер ме?
міне 19 август жетіп келді деген сөз. Болды, осылай трек кодты қадағалап отырсаңыздар болады осы сайт арқылы. Бұл жаңа каргоның өздерінің жеке сайттары. Тауарды қабылдаған кезде осы жерге сразу енгізіп қояды тауарды, чтобы сіздер көріп отыру үшін осы жерден. Так, енді тағы не айтамыз? Болды, осылай трек кодты осылай ары қарай тексеріп отырасыздар. Трек код несі Алматыға келген кезде, қазір мына жерде Алматыға келгендегін көрсетейін. Міне, мына қараңыздар, мына жерде статустар өзгерген. 2 август күні складқа келген, 4 август күні складтан шығып кеткен, и 11 август күні Алматыға жетіп келген. Көрдіңіздер бе? Үштеп статус өзгеріп отырады. Мынау Алматыға келген кезде товар сіздің электронный поштаңызға хабарлама келеді. Сіздің товарыңыз Алматыға келді. Скоро жаңағы несі жақында сіздің товарыңыздың салмағын и бағасын қанша болғанын, доставканың бағасын сізге жіберетін болады. Сондықтан соған дейін күте тұрасыздар. Солай, енді басқа айтатын ештеңе жоқ бұл жерде. Пиндода қайттан кіреміз. Болды, енді күтеміз енді осы товардың Қытайдағы складқа қашан жетуін. Осылай тапсырыс беріп, ары қарай тексеріп отырсаңыздар болады. Не болмаса, қазір тағы бір нәрсені көрсетейін сіздерге. Егер телефондарыңызда WeChat болса, сіздер былай істесеңіздер болады. Жаңа мен ана трек кодты Қытайдың ішінде тексеріп отыруға болады дедім ғой. Сол сияқты осы жерде тексеріп отыруға болады. Яғни ол WeChat-та ғана доступ бар. WeChat-қа кіріп, мысалы қазір мен жаңа нені жіберейін. Так, былай көтереміз. Міне, Қытайдың ішіндегі нені доставка тексеретін осы 100 деген программа бар. Осы арқылы Қытай ішілік доставканы тексеруге болады. Біздің складқа қанша уақытта жетіп келеді, қанша уақытта жету уақыты қанша. Осындай сайт ашылады. Бұл жерде осы трек кодты енгізіп, мына жерге. Мына жерге трек кодты енгіземіз, бағана копировать етіп алған. Осы енгіземіз де былай іздейміз. Яғни бұл Қытайдың ішіндегі доставка. Қазақстанның доставкасын көрсетпейді бұлар. Бұл тек қана Қытай ішіндегі доставканы. Яғни зауыттан біздің Қытайдағы складқа дейінгі аралықты көрсетеді. Соны тексеріп отырсаңыздар болады. Яғни складқа жақындады ма, әлі алыс па, соны біліп отыру үшін. Так, оны осылай шықты. Мынау бұл деген сөз осы доставщиктің, яғни бізде Қазпошта бар ғой. Қазпошта сияқты сондай компаниялар бар. Экспресс. Осындай экспресс компания біздің затты алып келейін деп жатыр. Қазір бұны былай тексереміз. Мынаны басамыз. Мынаны басады екенбіз. Осы WeChat дегенді басамыз. И мен өзіме жіберем қазір. Отправить деп басамыз. Болды. Енді WeChat-тан қадағалап отырамыз. Міне көрдіңіздер, осындай сайт ашылды. Енді осыны басамыз. Енді бұл мини программа ғой. Мини программамен қолданасыздар. Бұған міндетті түрде не керек болады? WeChat керек болады. WeChat-сіз ол істемейді. Міне осылай тексеріп отырасыздар. Егер мендегі жаңа товардың статусы өзгеретін болса, осы жерден информация шығып отырады. Көрдіңіздер, мына жерде қараңыз, мына жерде кішкене стрелка тұр, астына қарай басатын. Осыны басамыз. Міне, менің тауарым уже жолға шықты. Яғни менің жаңағы Пиндодаға жазған адресіме уже жолға шығып кетті да. Сол адреске жіберілді. Мына жерде статустан көріп отыруға болады. Көрдіңіздер ме? Кеше жолға шыққан, бүгін тағы статус өзгерген, таңертең. Осылай мына жеріне отслежка жасап отырсаңыз болады. Тауардың қай жерге жеткенін көріп, қалай өзгеріп отыр статусы. Осы жерден қарап отырсаңыз болады. Қараңыздар, менде уже товар уже мына жерге келіп қалды, уже менің складыма жақындап қалды. Оның үшін КамАЗдың үстінен басамыз, міне көрдіңіздер ме? КамАЗдың үстінен басамыз. Басқан кезде мына жерде міне көрдіңіздер ме? Осындай карта ашылады.
андай карта ашылат. Мен товарымды мына жақтан заказ бердім, мен мына жерден заказ бердім де, ол мына жаққа келді. Менің складым мына жерде орналасқан. Гуанчжоу деп тұр, осы жерде орналасқан. Уже мен жаңа товарым, жаңа заказ берген товар осы жерге жақындап қалды. Мына көрдіңіз? Кішкене қалды. Ана мына жерде бассаңыздар, мына жағада астына қарай бассаңыздар, мына көрініп тұрады, бәрі көрдіңіздер ме? Осы товардың историясы көрініп тұрады, жолға жүрген историясы. Нөмір тұр, иә, осы нөмірді копировать етіп, WeChat-пен тексеріп көрсеңіздер болады. Яғни бұл нөмір осы мына доставщик бар ғой, соның нөмірі, курьердің нөмірі. Ол егер доставка жаңа товарыңыз қысқартқа жеткеніне көзіңіз жетпей жатса, осы нөмірге WeChat арқылы хабарласып сұрасаңыз болады. Мен товарым жеткіздім бе, жеткізбедім бе деп. Жеткізген болса, сіз айтыңыз, маған накладной жіберіңіз, жеткізгеніңіз жайында, яғни қабылдап алған жайында маған накладной беріңіз деп. Өйткені ол кісілерге товар тапсырған кезде накладной береді қолдарына. Соны түсіріп жіберсін сіздерге, чтобы уверен болу үшін. Мына осы WeChat нөмір, мынау көрдіңіздер, осыған хабарласасыздар. Яғни ол тек қана WeChat арқылы ғана сөйлесе аласыздар. WhatsApp, Telegram басқа нелер қолданылмайды олар. Тек қана WeChat-ты ғана қолданылар. Солай, енді көрдіңіздер, осылай көрініп тұрады. Бүгін уже менің товарым складқа жетіп келеді. Жетпесе мен осына трек кодты аламын да, бағана көрсетілген сайтта тексеріп көремін. Ол жерде товар получен деп тұру керек. Бүгін келсе складқа уже, бүгін не болсам ертең уже складта сканировать етіп, осы сайтқа енгізу керек, жаңағы поставщиктің сайтына енгізу керек. Сол жақтан уже товар получен деп тұрады, егер статуста, егер қабылдап алған болса. Міне товар уже менде складқа келіп қойыпты. Қазір сізге көрсетейін. Мен деген жер басамыз да, сосын товарға басамыз. Товарға кіреміз. КамАЗдың үстінен басамыз, жоғарыда тұрған. Міне көрдіңіздер, уже менде товар келіп қойды. Қазір мына жақты көрсетейік. Көрдіңіздер, менде уже Гуанчжоу, уже мен посылкамды уже складқа келіп қойды. Мына жерде көрінеді, птичка тұр. Птичка тұр деген сөз уже курьер доставка жасап болды. Ол сіздің затыңызды әкеліп берді деген сөз. Соңғы адреске. Міне Гуанчжоу әкеліп қойды, біздің склад. Гуанчжоудағы жаңағы складқа уже әкеліп берді деп тұр, көрдіңіздер ме? Посылканың үстіне міне птичка тұр, көрдіңіздер ме? Сіздің товарыңыз жетіп келсе, міне осылай болып тұрады. Яғни осындай белгімен көрсетіледі. Міне товар уже келіп қойды. Енді трек код копировать етіп, ана жаққа сайтқа тексеріп көреміз. Менде сайтта міне көріңіздер, получен в Китае деп тұр, көріңіздер. Міне уже сайтты қабылдап алды деген сөз. Трек кодтың үстінен бассаңыздар, міне бүгін 20 август күні уже складқа жетіп келді. Мен 19 күні сатып алған болсам, сатты, уже 20 күні складқа келіп сатты, доставка жасап берді. Міне көрдіңіздер, стрелканы төмен қарай бассаңыз, бүкіл информация тұрады. Егер товар жақтан шықпаса, онда міне WeChat-тың нөмірі тұр, көрдіңіздер ме, үстінде жоғарыда. Көк жазумен 0759 деп басталатын. Соған хабарлассаңыздар болады WeChat арқылы. Оларға жазып сөйлессеңіздер болады. Қазірде ең тиімді сайттардың бірі осы Қытайдан, осы Pinduoduo болып тұр. Өйткені оған Alipay'ге тіркелмесеңіз болады. Taobao аккаунт ашудың қажеті жоқ. Яғни блокқа кетеді, анау деген проблема жоқ ол жерде. Регистрацияда оңай. Тіркелесіз, адрес енгізесіз, болды, ары қарай карточкаңыз привязка жасайсыз, кез келген қазақстансыз. Ары қарай төлем жасап, кез келген затыңызды Pinduoduoдан сатып ала бересіз. Еще бұл жерде ыңғайлысы штуктап ала бересіз, яғни арзан бағада. Мысалы 16-8 сайда оптом алатын болсаңыз, кемінде 3 штук. Бұл жерде 1 штуктап ала бересіз. Еще бұл жерде көп акция болады. Акциядан алсаңыз, тіптен арзан аласыз. Сондықтан егер жеке код, жеке адрес алам десеңіздер, мен WhatsApp нөміріме жазыңыздар. Сол жерден хабарласып алсаңыздар болады. Сосын көпшілік адамдар сұрайды, мен өзімнің қазақстанский адресім енгізсем бола ма деп.
Бұл қытайский, яғни Китайдың ішіндегі сайт болғандықтан тікелей Қазақстанға қарай жібере алмайды олар заттарды. Товарды сатып алсаңыз, тікелей Қазақстанға жібермейді олар. Арнайы осындай поставщиктер арқылы ғана жібереді. Яғни Қытайдың ішіндегі склады бар адамдар арқылы жібереді. Сондықтан қазақстанский адрес енгізсеңіз, босқа сатып алған тауарыңыз жоғалып кетуі мүмкін. Кейбіреулер сөйтіп Қазақстан адресін енгізеді, мына жерде неше түрлі ерекшеліктерді таңдап енгізе салады, тапсырыс бере салады, болды, ол Қытайдың ішінде қалды, ол Қазақстанға никак келмейді ол. Сондықтан адресті енгізген кезде нақты енгізу керек. Қалай жазылып тұр адресте, жаңа поставщик берген адрес қалай жазылып тұрады, дәл солай енгізу керек. Өйткені сол адреске сіздің тауарыңыз келеді. Қате кетті ме, болды, ана жерде тауарыңыз басқа жаққа кетіп қалады. Сол үшін келмей қалуы мүмкін тауарыңыз. Бұл жерде карго компаниясы, жаңа поставщиктер тек қана складқа жетіп келгеннен кейін ғана жауап береді сіздің тауарыңызға. Уже складқа дейінгі жауап беру ол сіздің мойныңызда. Яғни сіз жаңа поставщикпен, поставщик емес, жаңағы сатып алған тауардың иесімен сөйлесуіңіз керексіз. Мен тауарым жетті ме, жаңа складқа жеткен жоқ па, соның бәрін уверен болып, сосын барып, егер жеткен болса, жаңа поставщиктерге хабарласып, жаңа трек нөмір арқылы тексеріп отырсаңыз болады. Өйткені сіз тапсырыс бергеннен кейін, сіздің тауарыңызға поставщиктер қабылдап алғаннан кейін жауапты болады. Қабылдамаған затқа олар жауапты емес. Соны біліп алыңыздар. Сосын тағы да, егер сынатын заттар, сондай хрупкий заттар заказ беретін болсаңыздар, міндетті түрде обрешеткамен оратыңыздар сыртына. Сол жаңа магазинге айтыңыз, орап береді сол жерден сразу. Не болмаса, сол складқа келгеннен кейін, жаңа Қытайдағы поставщиктің складына келген кезде, сол жерге хабарласып айтыңыз, менің затым осындай хрупкий зат, орап жіберіңіз, сынып қалмасын деп. Кішкене тиын кетсе, бірақ бүтін келеді сол кезде затыңыз. Сондықтан сол жаңағы магазинмен сөйлескен кезде, сатып алған поставщик, жаңағы магазин бар ғой, сатып жатқан адамдармен сөйлескен кезде, айтыңыз, осындай хрупкий зат, сразу жақсылап орап бер, кішкене артық, кішкене 1-2 юан көбірек төлейін деп айтсаңыз, олар жақсылап орап береді. Сол тиын бірақ болады сізге ақша жағынан. Мына жаққа складқа келген кезде кішкене қымбаттау, ол жерде обрешетка орау. Соны бәрін ескеріңіздер. Сол енді сіздің мойындарыңызда сол складқа дейінгі зат, яғни сіз тапсырыс беріңіз, өзіңіз тапсырыс беріп алса, ешкімнің көмегінсіз, енді сіз өз мойныңызға аласыз деген сөз, ол ответственності. Яғни сіздің тапсырыс бергеннен кейін складқа дейінгі жаңағы заттың, тауардың қауіпсіздігі сіздің мойныңызда. Яғни жаңағы магазиннің иелерімен жақсылап сөйлесіңіз. Сол складқа дейін жақсылап бүтін апарып бер, ешқандай сындырмай деп. Сосын ол кісі жаңағы неге дейін апарып бергеннен кейін уже складқа, олар уже қабылдап алғаннан кейін склад жауапты болады ол тауарға. Солай достар, пайдалы болса лайк басып, видеомен бөлісіп, каналға тіркеліп кетіңіздер.